Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ мраморный кекс дайындаймыз. Ең алдымен барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы қажет. 250 грамм бөлме температурасындағы сары майдың үстіне 180 грамм қантты салып, әдемілеп миксерлеп аламыз. Сары май мен қантты жақсылап миксерлеп алған соң, біртіндеп жұмыртқаны қосамыз. 4 жұмыртқаны бірден салмаймыз, 2-ге бөліп немесе бір-біреуден салып, әдемілеп миксерлеп аламыз. Барлығы жақсы араласқаннан кейін шым-шым тұз саламыз және де кішкене 1 грамм ванилин қосып, үстіне 100 грамм бөлме температурасындағы сүтімізді салып, миксерлейміз. 350 грамм ұнның жарты бөлігін саламыз, қалған жарты бөлігіне 10 грамм қопсытқышты салып араластырамыз. Массамызды әдемілеп миксерлеп аламыз. Толық араласқаннан кейін ғана қалған ұнның бөлігін салып араластырамыз. Мінекей бізде әдемі қамыр дайын болды. Енді қамырымызды турасынан 2 бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың бір бөлігіне какао саламыз, жақсылап араластырамыз. Какаоның бөлшектері қалып кетпеуі қажет. Содан кейін формаға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды саламыз. Бірінші бөлігіне ақ, одан кейін шоколадты қамырды солай кезек-кезек салып шығамыз. Барлық қамырды кезегінен салып болғаннан кейін 170-180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Мен 35 минут пісірдім. Әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін арасында қарап қойыңыздар. Кекс 2 есе дәмді болу үшін мен бетіне шоколадты майдалап турап сеуіп шықтым. Жаңғақ себуге де болады. Оның барлығы сіздердің қалауыңыз бойынша. Мінекей біздің кекс дайын болды. Суытамыз, суығаннан кейін ғана формадан босатамыз. Бұл кекс дәмділігі сонша, дастарханда бірден 5 минутта жоқ болатынына мен сіздерге кепілдік беремін. Жасап көріңіздер рецепт бойынша. Рецепт ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.